Бір күні Берік әйелімен ұрсып қалып, бір-бірімен сөйлеспей қойыпты. Сөйлесетін болса, қағазға хат жазу арқылы сөйлеседі екен. Түнде әйел үстелдің үстіне хат тастапты. Таңертең сағат 8-де мені оят, деп. Таңертең әйелі көзін ашса, сағат 11 екен. Жынданған әйелі киініп жатып, көзі үстел үстіне түссе, Берік жазған хат тұр екен. Сағат 8 болды, тұр, жұмысқа кешігесің. Бір күні балалар төбелесіп жатады. Полиция келіп, балалар төбелеспеңдер деп тоқтатайын деп жатса, молда полицияға, өлгені менікі, тірісі сенікі, депті. Автобусқа әрең мінген бір шал, өліп талып орын тауып енді отырса, қарама-қарсы орындықта ақ сарының әдемісі, келбеті келіскен бір апай отыр екен. Жас кезінде сері болған әлгі көкеміз, не де болса көрейін деп, көзін қысып қалыпты. Әлгі апай да көзін қысады. Көкеміз басын шұлғып даланы көрсетеді. Апай басын изейді. Содан екеуі келесі аялдамадан түсіп қалады. Күн суық. Танысып қалжырасып болған соң, әлгі апай, енді не істейміз, десе, көкеміз, сіз айтыңыз, депті. Сонда апай, мына жерде жақсы кафе бар, сонда жылы жерде отырайық, депті. Көкеміз сасқалақтап, пенсияны кемпір алып қойып еді, келесіде барайық, депті. Сонда апайымыз, замандасау, жып-жылы автобустың ішінде көзіңді қысқанша, құйрығыңды неге қыспадың, деген екен. Дәрігер, менің балам құм жеп қойды. Мен оған кішкене су бердім. Енді не істеу керек? Бақылап жүріңіз, цементке жақындамасын. Бір мас биік үйдің 5-ші қабатынан құлап бара жатып, егер осыдан аман қалсам, ешқашан арақ ішпеймін, деп ойлап үлгергенше жерге топ ете түсіпті. Орнынан тұра сала, аман қалғанын көріп, үсті басын қағып, мас адам не демейді, деген екен. Карандашпен мұрттың суретін салып алып жұмысқа барсам, карандашпен қастың суретін салып алған әйелдер ақымақсың дейді ғой. Екі дос әңгімелесуде. Көрші ауылдағы пәленше деген молданы танисың ба? Я, естуім бар, бірақ жақын танымаймын. Сенен бір өтініш. Бүгін сол молда кешке қайтар уақытында 2 сағат үйіне қайтармай ұстап тұрсаң. Неге олай істеймін? Ашығын айтсай? Сөздің ашығы, оның әйелін қатты жақсы көремін, және ол да мені сүйеді. Өтінішіңді жерге тастамайын, барсам барайын. Бір жағынан молда қандай кісі екенін біліп қайтайын. Содан молда үйіне қайтар уақытта жігіт келіп, сұрақтарды жаудырып отыр екен. 2 сағат астам уақыт өткенде, жігіт молданың жақсы кісі екеніне көзі жетіп, әдейі тапсырмамен келгенін айтайын деп, молдеке, мені бір досым сізге әдейі жіберді уақыт созу үшін. Ол өзі сол уақытта сіздің үйдегі әйеліңізбен бірге болуда, одан да үйге тез жүгіріңіз. Сонда молда еш саспай жігітке, інім ау, мен бойдақпын ғой, әйелім жоқ, одан да сен жүгір үйіңе, деген екен. Шаштараз трейдердің шашын алып жатыр екен. Биржада жағдайларыңыз қалай? Бәрі ойдағыдай. 2-3 минуттан кейін тағы. Биржада жағдайларыңыз қалай? Рахмет, барлығы ойдағыдай. Тағы 2-3 минуттан кейін. Биржада жағдайларыңыз қалай? Жақсы дедім ғой, неге бір сұрақты қайталап сұрай бересіз? Түсінесіз бе? Сізден осы сұрақты сұраған сайын шашыңыз тікірейіп кетеді. Қиюға ыңғайлы. Сен қайда болдың? Сыныптастармен кездесуде. 3 күн бе? Еске түсірдік. Нені еске түсірдіңдер? Менің қайда тұратынымды? Балам, кейін біз сені атаң мен әжеңе апарамыз. Ой, мам, онда қызықсыз. Еркелікті қой, балам. Сағат 9-да апарып, кешкі 5-те алып кетеміз. Ал мен зираттардың қасында 8 сағат бойы не істеймін?